Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз 7-де 3-ші жаттығу потенциалдық энергияға байланысты есептер шығаратын боламыз. Номері 7-де 3-ші жаттығу. Бірінші есебі. Бірінші берілген оқиық. Массасы 100 кг дене 10 метр биіктігі 3 метр үйдің төбесіне құлап түсті. Ауырлық күшінің істеген жұмысы қандай дейді. Әуелі есептің шартын көз алдымызға елестете отырып, оның несін жазамыз? Берілгенін жазамыз. Берілгені бізде массасы М тең 100 кг дене. Және ол биіктігі, яғни H1, бұл жерде 2 бірдей биіктік беріліп тұр. Ол 10 метр етін, екіншісі H2 бізде қанша болады? 3 метр екен. Осы кездегі жасаған ауырлық күшінің жұмысын табыңдар дейді. Ауырлық күшінің жұмысы табу керек. Ол бізде мынаған тең. Жұмыс бізде F көбейткен S косинус альфа болатыны. Бұл бізде керекті формуламыз. Енді бізде бұл потенциалдық энергиямен байланысады. Потенциалдық энергия екеуі бір-біріне тең. Яғни EP тең болады mgh деген формула. Демек біздегі A тең деп E потенциалдық деп алсақ, біз қателеспейміз. Неге? Өйткені мына жердегі F ауырлық күші біздегі ол mg-ға тең. Ал S дегеніміз бұл жазықтық бетінде болатын болса, мына биіктен құлаған кезде бұл S неге тең болып кетеді? H-ға тең болып кетеді. Дене қандай биіктен құласа, ол сондай жол жүреді. Енді екінші сонда мына формулада біз mgh деп алсақ болады. Енді дененің құлап келе жатқан кездегі оның кескінін көз алдымызға елестетіп, сыз басын сызайық. Мынау біздегі жазықтық, мынау биіктіктен, яғни дене деп алайық. Осы бір аралықта құлап келе жатыр. Мынау аралық бізде жалпы 10 метр. Бұл бізде H1 етін. Екіншісі ол мына жерде тұрған мынау үйдің төбесіне, яғни мынау аралық бізде H2 болады, бұл бізде 3 метр. Осы бір биіктіктің үстіне мына жерге құлап келе жатыр. Түсінікті ғой? Осы кездегі жасаған енді ауырлық күшінің жұмысы. Демек бізде екі бірдей биіктік беріліп тұр. Сондықтан біз мынау формуланы mg дельта h деп аламыз. Неге? Өйткені бұл жерде биіктіктің өзгерісі болып тұр. Өзгеріп тұр. Бұл дегеніміз ары қарай жазатын болсақ, mg жақша ашылған h1 азайтылған h2 деген формулаға тең болады. Демек, біздегі жұмыс mg h1 азайтылған h2 деген формулаға тең болды. Мінекей, мынаның барлығын қорытып, біз осы формуланы алдық. Келесі бізде шешуі, есептің шешуі. Мінекей, шешуіне келетін болсақ, мұндағы біз түрлендірген формуланы жазамыз. M A тең болады mg h1 минус h2 деп қорытып шығарған формуланы бірден жазамыз шешуіне. Әрмен қарай мәндерін қоямыз. Сан мәндері бізде масса бізде 100 кг. Еркін түсу үдеуі біз еркін түсу үдеуін айтып өтейік. Еркін түсу үдеуі біз G-дің мәні 10 немесе жағы 9,8 метр бөлінген секунд квадрат немесе жуықтап 10 метр бөлінген секунд квадрат деп алсақ болады. Бұл бізде кез келген еркін құлаған дененің е болатын еркін түсу үдеуі жер бетіндегі. Енді келесі, демек G-дің мәні 10. Көбейтілген бізде мына жерде H1 минус H2, H1 бізде 10 метр, азайтылған 3 метр деп аламыз. Бұл тең. Енді есептейміз. Ары қарай математикасы кетеді.
100'ü 10'a көбейтеміз 1000, көбейтеміз оны 10'dan 3'te alamыз, ол 7'ge. Demek bizde 7 көбейткен 10'ның 3 дәрежесі джольға тең, немесе бұл тең деп аламыз 7000 джольға тең деп жазсақ та болады. Сонда есебіміздің жауабы шығады екен 7000 джольға тең болады екен. Бұл немесе бұл тең деп қоямыз, 7 көбейткен 10'ның 3 дәрежесі джольға тең деп жазып қоямыз. Мінекей, бұл біздегі 7-де 3-ші жаттығудың бірінші есебі болатын.